Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы «Менің досым». Тема сегодняшнего урока «Мой друг». Менің досым. Жаңа сөздер. Жаңа сөздер. Новые слова. Дос, друг. Менің досым, мой друг. Сенің досың, твой друг. Оның досы, его или ее друг. Жақсы, хорошо. Жақсы, хороший. Күшті, сильный. Қайталаймыз, дұрыс қайталаймыз. Дос, менің досым, сенің досың, оның досы. Марат, менің досым. Марат, сенің досың. Марат, оның досы. Жақсы, жақсы. Күшті, күшті. Тыңда, қайтала. Прослушай и повторяй. Сенің досың бар ма? Оның аты кім? Сенің досың қандай? Сенің досың бар ма? У тебя есть друг? Менің досым бар. У меня есть друг. Оның аты кім? Как его зовут? Оның аты Дмитрий. Сенің досың қандай? Қандай? Какая? Какой? Какой? Менің досым ақылды. Ақыл – это ум, ақылды – умный. Тыңда, қайтала. Мынау менің досым. Оның аты Саша. Саша 6 жаста. Саша күшті. Ол жақсы дос. Саша жақсы дос. Хороший друг. Күшті, сильный. 6 жаста. Ему 6 лет. Менің досым, мой друг. Лиза менің досым. Лиза әдемі, ақылды. Ол 1-ші сыныпта оқиды. Лиза 1-ші сыныпта оқиды. Лиза жақсы дос. Мен 1-ші сыныпта оқимын. Сен 1-ші сыныпта оқисың. Ол 1-ші сыныпта оқиды. Мен оқимын, я учусь. 1-ші сыныпта оқимын, я в 1 классе учусь. Сен 1-ші сыныпта оқисың, ты учишься в 1 классе. Ол 1-ші сыныпта оқиды. Он или она учится в 1 классе. Жарайсыздар, балалар. Үйде оқып қайталаймыз. Тыңдаймыз, қайталаймыз. Прослушаем вместе с учителем, повторяем.